Мына заман қай заман, ұнмен қантты қымбаттатқан деп сиырмен ән шырқаған келіншектің бейнеролигі қызу талқыға түсті. Армысыз ағайын, қазақ тілді арнаның дамуына атсалысыңыз. Подписка мәзірін басып, арнаға тіркеліп, достарыңызға барынша таратыңыз. Әлеуметтік желіде сиырмен бірге Қазақстандағы қымбатшылық туралы ән салған келіншектің видеосы тарап, көпшіліктің талқысына түсті. Мына заман қай заман, Морика? ұн мен қантты қымбаттатқан. Не дейсің? Өзімізден шығатын өнімдер ғой қымбаттаған. Хейде, деш. Молодец. Осылай әндеткен келіншекті көруге болады. Роликте әннің арасында сиырдың мөңіреген дауысы, қымбатшылықты түсініп тұрғандай ма? Дәл осы видео аз ғана уақыттың ішінде 100 мыңға жуық қаралым, 5 мыңнан астам лайк жинаған. Сонымен қатар көптің талқысына түскен бұл видеоға көптеген пікір жазылған. Оқырмандардың басым бөлігі ән арқылы қоғамдағы мәселені айтқан сиыр мен келіншектің арасындағы дуэттің сәтті шыққанын сөз еткен. Бірі керемет мотивация бересің сіңілім жарайсың десе, бірі саясатты мөршке қатты түсінетін сияқты. Малдар да мөңіреп жатыр ғой қымбатшылыққа деп жазған бірі. Тіпті кейбірі кешегі шиза-мизалардан 1000 есе дауысы Морканың десе, ал бір оқырман осы Морканы сахнаға шығару керек, ана жігіттерді қуып депті. Тіпті мал екеш малдың да ақылы бар ма деп қаласың мұндайда.